Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді ажырату, мұғалім көмегімен жеке сурет, сюжетті суреттер арқылы шағын, сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу. Ал енді олай болса, өткен сабақтарға пысықтау жасайық. Бірінші сұрақ: сөз таптарына нелер жатады? Келесі сұрақ: зат есім дегеніміз не? Зат есім қандай сұрақтарға жауап береді? Зат есімнің қандай түрлерін білеміз? Өткен сабақтар еске түскен болса, олай болса жауаптарын тыңдайық. Сөз таптарына зат есім, етістік, сын есім, сан есім жатады. Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атайды. Мысалы, ат, адам. Зат есімнің сұрақтары: кім, кімдер, не, нелер. Зат есімнің жалқы есім және жалпы есім деген түрі болады. Жекеше түрі және көпше түрі болады. Зат есімнің дара зат есім және күрделі зат есім деген түрлері болады. Өткен сабақ еске түскен болса, олай болса миға шабуыл жасайық. Өздерің көріп тұрғандай, бізде ребус бейнеленіп тұр. Ребус шешуді біз білеміз. Суреттер, әріптерден құралған жұмбақты шешуіміз керек. Бізде ребуста етік, сәбіз, кітап, әрпі және күн бейнеленіп тұр. Олай болса, ребустың шешуін табайық. Дұрыс айтасыңдар. Ребустың шешуі етістік. Етістік бүгінгі біздің тақырыбымыз екен. Олай болса, барлығымыз кітаптағы бірінші жаттығуға назар аударайық. Балалар, суретте балалар не істеп отыр? Не істеп жатыр? Көктемнің қандай белгілері байқалып тұр? Яғни, бұл жерде балалар қандай қимыл атауларын жасап жатыр? Осыған байланысты ең алдымен сөйлем құрап көрейік. Бірінші суретке сөйлем құрайық. Балалар көшет отырғызды. Бұл жерде қимыл атауы отырғызды. Сұрақ қояйық. Не істеді? Отырғызды. Келесі суретке: құстарға ұя жасады. Не істеді? Жасады. Жасады бұл жерде қимыл атауы. Үшінші суретке: жылқыға су берді. Не істеді? Берді. Бұл жердегі қимыл атауы берді. Отырғызды, жасады, берді деген сөздер қимыл атауларына жатады. Яғни бұл сөздер етістік болып табылады екен. Олай болса, етістіктің ережесіне назар аударайық. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істейді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, оқиды, жазды, қорықты. Олай болса, мына сөйлемдерге назар аударайық. Дәрігер науқасты емдейді. Ұстаз оқытады. Ақын өлең жазады. Оқушы оқиды. Балалар ойнайды. Ғалым зерттейді. Емдейді, оқытады, жазады, оқиды, ойнайды, зерттейді деген сөздер не істейді деген сұраққа жауап береді. Яғни бұл сөздер етістік болып табылады. Олай болса, кітабымыздағы екінші жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығуда сөйлемдердің қатесін тауып, сөйлемдерді сәйкестендіру керек. Яғни бұл жерде жан-жануарлардың қимыл іс-әрекеттерін табуымыз керек. Ал олай болса, жаттығуды бастайық. Бие не істейді? Бие кісінейді. Түйе не істейді? Түйе боздайды.
Қой не істейді? Қой маңырайды. Сиыр мөңірейді. Ешкі бақырады. Ит үреді. Тауық қытқыттайды. Мысық мияулайды. Мөңірейді, мияулайды, үреді, қытқыттайды, кісінейді, бақырады, маңырайды, боздайды деген сөздер не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Яғни бұл сөздер етістік болып табылады. Келесі үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығуда мәтінді оқып, ат қой. Мәтіннен етістіктерді тап. Мәтінді етістіктерсіз оқып көр. Не байқадың? Былғары сөзінің мағынасын түсіндірме сөздіктерден қарап ал деген тапсырма беріліп тұр. Олай болса, мен қазір мәтінді оқып берем. Мәтінге өздерің ат қоясыңдар. Қайың тегіс және таулы жерлерде өседі. Қайыңнан түрлі үй жиһаздары жасалады. Оның майымен былғары өңделеді. Ол улы газдарды өткізбейді. Қайың аса пайдалы ағаш. Осы сөйлемдердегі етістіктерді табайық. Өседі, жасалады, өңделеді, өткізбейді деген сөздер етістік болып табылады. Яғни бұл сөздердің барлығы қимыл іс-әрекетті білдіріп тұр. Ал енді осы мәтінге өздерің ат қойыңдар. Және де осы мәтінді етістіктерсіз оқып көріңдер. Енді балалар, төртінші жаттығуға қараймыз. Мәтіндегі негізгі сөздің мағынасына қарай етістіктерді қойып жазуымыз керек. Бұл жерде бізге сөйлемнің басы беріліп тұр. Біз етістіктерді қойып, сөйлемді аяқтауымыз керек. Мысалға, көктем, жер, күн, құстар жылы жақтан деген сияқты сөздер беріліп тұр. Осы сөздерді біз етістікті қосып, сөйлемді толықтырып жазуымыз керек. Осы жаттығуды дәптерлеріңе орындап жазыңдар. Енді балалар, сабақты қорыту мақсатында сендермен семантикалық картамен жұмыс жасайық. Бұл жерде бірінші бағанда сөздер беріліп тұр. Екінші, үшінші бағанда зат есім мен етістік сөздері беріліп тұр. Осы сөздердің қайсысы зат есім, қайсысы етістік екен дәптеріңе баған түрінде жазып ал. Мысалға, әке. Кім? Әке. Яғни бұл зат есім. Қалған тапсырманда дәл осылай сұрақ қою арқылы зат есім және етістік бағандарына жазыңдар. Үйге балалар 5-ші жаттығуды орындаймыз. Бұл жерде жұмбақты оқып, шешуін табамыз. Осы жұмбақты дәптерге көшіріп жазамыз. Етістіктің ережесін жаттауымыз керек. Ал енді бүгінгі сабағымыз қалай өтті? Соған кері байланыс беріп кетейік. Егер де сабақ өте жақсы түсініп, мен үшін бүгінгі сабақ қызықты болды десең, онда дәптеріңе көк гүлдің суретін сал. Мен сабақты жақсы түсіндім дейтін болсаң, сары гүлдің суретін сал. Ал енді тақырып бойынша әлі де сұрақтарым бар, маған тағы да көмек керек дейтін болсаң, онда қызыл гүлдің суретін сал. Осымен біздің қазақ тілі сабағы аяқталды. Назарларыңа рахмет.